Түсімде не көремін, сол өнімде орындалып жатыр дейді. Осы туралы айта кетейік. Алдын біз бұл тақырып туралы діни тұрғыда түсіндіргенбіз. Бұның сілтемесін қалдырып кетемін, көріңіздер, бұл екінші бөлімі. Бір нәрсені айта кетейік. Бұл ғылыми дәлелденбейді. Негізі метафизикаға қатысты барлық мысалы төс жору, иман мәселесі, оның барлығы жаңа ғайып әлем болғандықтан ғылыми дәлелге жатпайды. Бұндай құбылыстарды біз когнитивті халде немесе философиялық рухани халде, керек десеңіз діни халде қарауға және солай бағалауға тиіспіз. Ал енді оны ғылыми бір анықтап, былай мәселені қарап, бұл факті деген нәрсе бұл жерде жүрмейтінін естеріңізге салайық. Енді біз шама шарқымыз келгенше бұл нәрсені қарадық, зерттедік, сол туралы біз айта кетейік. Біріншіден, бұл қалау түсі емес әлбетте. Біз оны қалау түсі деп айтамаймыз. Қалау түсі деген білесіздер, егер адам бір нәрсені қатты қаласа, бұл түсіне кіреді. Ол адам ол қалауын арман жасап жатқанда болуы мүмкін, жасамай жатқан болуы мүмкін. Міне осы нәрселер бұл қалау түсі. Біздің айтып жатқанымыз қалау түсінен жоғарылақ, яғни сіз санаңыз немесе бейсаналы бір түсті көресіз және ол орындалып жатады. Және бұл түсті адамдар сенім қалыптастырады, оның бір сенімі, жаңағы бір адам бойында құбылыс болса, мен осы құбылысты кешіп жатырмын ғой. Демек, бұның бір адами менің көңілімді толтыратын маған жауабы болу керек. Яғни бұл тектен текке емес, бұның бір себебі бар деп алады. Және содан біз ізденеміз, ізденгеннен кейін көпшіліктің келетін ойына ол дежавю екен. Яғни түсімде не көрдім, соның орындалуы дежавю дейді. Дежавю емес. Дежавю дегеніміз не? Дежавю ғылым жаңағы француз тілінде алғанда сезіну, көрген сияқтымын. Дәл осыны бұрын бастан кешкен сияқтымын. Дежавю негізінде ол алдын ала құрастырылмайды. Дежавю дәл қазір болып жатқан сезімді тудырады. Ал біздің айтып жатқанымыз алдын ала құрастырылу. Яғни дежавю деген сіз мысалы мен қазір тұрмын, мен қазір сезінемін. Дәл осылайна мен өмірімде бір сәт алдым болған сияқтымын. Сезім. Бірақ оған дәлел жоқ, еске түсіру жоқ. Ал енді бұл түс енді қайдан келеді дейтін болсақ. Бұл түсті біз қайдан келетінін бірінші білуіміз үшін, бірінші жалпы осы түстегі адамдардың көзқарасын осылай тізіп жалғастырайық. Ендігі мәселе адамның бұл түсті көруінде, адам табиғатын алсақ, адам өзі білмейді. Яғни бұл түсті көрудегі шарт, бірінші сіз оны білмейсіз. Егер сіз оны білетін болсаңыз, мысалы, мен осындаймын, мен тума осындаймын, жаратылысым осындай, мен қазір жатамын, көремін, сосын ол орындалады дейтін болсаңыз, бұл бөлек әңгіме, оған да иншалла жетеміз. Ал біздің айтып жатқанымыз, бірінші түсінде не көрсе сол орындалатын адамдар ол түсті көретінін білмейді, одан хабарсыз. Ол көреді, көргеннен кейін тәжірибе арқылы оны өзіне алып қалады. Ал біздің қазіргі мақсатымыз, неге ол түсті көрді, неге оны өзіне алып қалды, жауап береміз иншалла. Екінші мәселе бұл жерде айтатын интуиция деген нәрсе бар. Интуиция дегеніміз ішкі түйсік. Интуиция ол адамға әрдайым көмектеседі. Мысалы, сіз екі затты базардан таңдасаңыз, екеуі де сізге ұнап тұрса, сіздің интуицияңыз көмекке келсе, онда сіз сол жаныңызға жақынын аласыз. Егер интуицияңыз болмаса, сіз шатасуды ары қарай жалғастырасыз, басқаларға көмекке жүгінесіз, мынаны алайын ба, мынаны алайын ба. Интуиция осы әрдайым көмектесетін нәрсе. Ендігі біздің демек, бұл адамның бұл түсті көруіне екі себебі бар екен, айта кеттік. Оның біріншісі бейхабар, екіншісі интуитивті түрде, ол өзі саналы түрде көруі. Енді бұл түске көмектесетін немесе осы түсті сізге көрсететін нәрсе, бұл сіздің сеніміңіз екенін айта кетейік. Яғни сенім деген нәрсе не? Мысал ретінде сіз бұл түсті бір көрдіңіз, екі көрдіңіз, үшінші көргенде сіз ойлана бастадыңыз. Демек, менде арнайы бір қабілет бар, арнайы бір қасиет бар. Ол түске мән бердіңіз, және ол түсті өзіңіздің өмір салтыңызға енгізіп алдыңыз. Мен осындаймын деген қабылдау жүрді сізде. Екіншіден, бұл түсті сізге көруге итермелеген нәрсе, бұл сіздің жеке сенімдеріңіз болады. Мысал ретінде, энергия сенімдері бар адамдардың. Мысалы, мен энергиямен жұмыс жасай аламын.
әр адамның өзінің энергиясы болады. Жағымды энергия, жағымсыз энергия. Мен өзім жағымсыз энергияларымды шығара аламын. Өзіме пайдалы энергияны жинай аламын. Энергиямды бағыттай аламын. Менің энергиям мысалы бүгін жұмысқа кетеді, ертең демалысқа кетеді, ұйықтауға кетеді, тамақ ішуге кетеді. Энергиямды бағыттай аламын. Және де мен энергиямды түс көруге бағыттай аламын. Түсімді өзім реттей аламын. Яғни бұл жердегі не көрдің, сол орындалатын түсті көру, бұл сіздің энергия жүйесі сеніміңізді алып шыққан нәтижесі болады. Және тағы сенімдердің бірі бұл жын кіру. Яғни маған жын кірді. Мен жын кіргеннен кейін мен көріпкел бола бастадым. Бұл діни сенімге қаралады. Мысалы, ол дағы сенім қайдан қалыптасады? Сіздің яки алдын бір фактілерге сүйене отырып өзіңізді жын бар дедіңіз. Яғни мысалы қарапайым ғана осы бір әлеуметтік желілерден мынандай 5 белгің бар болса сен жындысың десе, сен айтасың, иә, менде осы 5 белгі тұр, демек мен жындымын. Осының аясында сенің өміріңде кез келген сен қабылдайтын ақпараттарың, сен соның бәрін сүзгіден өткізгенде, өзіңе әсерін көргенде сен оны жынмен өлшейтін боласың. Мен мына Құранды тыңдап жатырмын қазір құлақпен, мен жыбырладым, демек менде жын бар. Мен мына тамақты жеп жатырмын, мен салмақ қоспадым, менің салмақ қоспаған себебім менде жын бар. Мен мынандай түс көрдім, не көрдім сол орындалып жатыр, демек менде жын бар. Яғни сенімнің қате интерпретациялануы болып жатыр сізде деген сөз бұл. Сосын кейін тағы да сенімнің тағы бір адамға әсерінің бірі осы түс хақында сіз жаңағы бұл жын мәселесінде алдын алдыңыз ғой. Енді жын мәселесінде сіз бере аласыз. Ол не деген сөз? Сіз сол түсті тікелей көру арқылы сіз сол өзіңізге жын барын бір сенім қалыптастырасыз. Мысалы, сіз жаңа алдын келдіңіз ғой, бүйтіп жүріп. Енді сіз ешқандай мен жын жоқ, сіз ешқандай кәдімгі өмір сүресіз. Дүниетанымыңыз кәдімгі адам. Бірақ сіз бір түс көрдіңіз, екі түс көрдіңіз, үшінші рет бұл түсті қабылдадыңыз, ойландыңыз, зерттедіңіз, айналып кеп бір жерден оқып қалдыңыз, жыны бар адам көріпкелге айналады. Дедіңізде, онда менде жын бар. Яғни бұл жерде мәселе осы не көрдің сол түсті қабылдау мәселесінде. Адамдар оны бас тартады. Ал бас тартуының себебі ол менде жын бар. Демек бұл не көрдім сол орындалатын түс, бұл дұрыс түс емес, бұл жыннан келген түс. Демек мен бұл түсті көруден пайдаланудан бас тартуым керек деген сенім қалыптасады екен. Келесіде бізде бұл діни сенімдердің бірі, бұл түсті көрудегі адам өзін ақтап алады, мен әулемін. Яғни бір шариғаттың бір шарттары болады. Мен мысалы шариғаттың шартына лайықты, әулиелік шартқа лайықтымын. Мен өтірік айтпаймын, өсек айтпаймын, зікірді көп айтамын, түнгі намаз жібермеймін, сүннет оразаларды рұқсат оразаларды парыздан артық барлығын ұстаймын. Мен жаңағы жан дүнием таза, жүрегім ашық. Демек менде мына болып жатқан құбылыс, не көрсем сол орындалатын түс, менің әулиелігімнің сыйы, Құдайдың маған сыйы. Демек мен әулемін, және мен бұл түспенен барлығына да айтуым керекпін, көмектесуім керекпін деген сенім қалыптасады. Немесе өзіме көмектесуім керекпін деген сенімдер бар. Енді бұл сенімдерді талқылай кетейік. Қай сенімді бұл түсті пайдаланған дұрыс, қай сеніммен пайдаланбаған дұрыс. Бірінші жағдайда сіз жын кірді дейтін болсаңыз, онда түс деген, жалпы біз түс көрушы ретінде түсті адамға садақа сияқты, дұға сияқты жәрдемі бар деп аламыз. Яғни біздің түс көрудағы мақсатымыз сізді белгілі бір қиындықтардан, яғни бір ишара, инструктивті түрде сізді бір алып шығу, яғни сізге инструкция беру арқылы сізге жәрдем қылу. Екінші жағдайынан жаңағы сізді сүйіншілеу. Жақсы түстер арқылы сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, сүйінші түстерді айту. Осы халде. Енді сіз өзіңізге берілген жақсы түстерді, жақсы қабілетті, маған жын кірді деп бас тартсаңыз, оның біріншіден зияны сіз түстен келетін жақсылықтарды ала алмайсыз. Екіншіден зияны сіздің сана сезіміңіздегі өзгерістер сіздің мінез құлқыңызда өзгеріс әкеледі. Демек сіз бір ғана түстің солай көрілуін жынға байлау арқылы сіздің жаңағы үркек болуыңыз, адамдардан жасқаншақ болуыңыз, өзіңізді контролға алуыңыз, мен мына жерде жын бар екенін білдіріп қоймайын, дұрыс сөйлейін
деген нәрселеріңіз пайда болады дағы, сізде өзінен өзі оқшаулану, яғни бұл өте тереңірек мәселеге алып барады. Сондықтан бірінші мәселе бұл түсте жынның қатысы жоқ екенін айтқым келеді. Бұны кейін түсінесіз. Яғни сіздегі болып жатқан түстің көрілуі бұл жынға тікелей қатысы жоқ екенін айтамыз. Екіншіден, әулиелік. Егер сіздің көріп жатқан түсіңіз әулиелік болса, бірінші нәрсені біліңіз, әулиелік жаңа бағалаудан, сіздің бағалауыңыздан келмейді. Егер сіз өзіңізді әулие екенін білсеңіз, онда сіз оны сол деңгейде пайдалану хақыңыз бар. Өйткені жын тиді дегеннен қарағанда, мен әулиемін деген нәрсе адамға ешқандай да зиян бермейді. Қаттырақ зиян бермейді. Өзін әулиемін деген сезінген адам не істейді? Сыпайы болады, жаңағы құлшылықтарын жұрттан жасырып жасайды, өзінің бар екенін білдірмейді, және сондай түс көретін болса, сол түсті Аллахқа шүкір етіп пайдаланады өзіне. Яғни әулиелікте бұл жерде, егер сіздің мен әулиемін деп, мен демек адамдарды құтқаруым керекпін, мен құтқарушымын осы түс арқылы, мәселен мен бүгін түсімде бір жақын туысым ауырғанын көрдім, немесе қайтыс болып жатқанын көрдім, демек мен ол адамды ескертуім керекпін, өйткені мен әулиемін дейтін болсаңыз, бұл зиян болады. Неге бұл зиян болады? Себебі әулиеліктің шарты дініміздегі ол адамға көмектесу, адамға жәрдем беру емес. Әулиеліктің дініміздегі шарты адам мен Құдайдың тікелей жақындастығы, яғни рухани халдегі жақындастық. Әулиенің басқа біреуді құтқаруым керек, бүйтуім керек, сөйтуім керек деген әуресі болмау керек. Әулие тек Құдаймен жақындығын, әрбір істе, мына істе менің Құдаймен жақындығыма пайда бар ма, зиян бар ма деп қана қарау керек. Мысалы, мен ана адамға түсімді көріп алдым, оны өмірде өтетін мен оған айтсам, менің Құдаймен қарым-қатынасыма зияны бар ма, пайдасы бар ма? Қарау керек. Яғни бұл жерде де біз ол түсті егер сіз әулиелік деңгейінде көріп жүрмін десеңіз, біріншіден ол сізге сынақ, екіншіден оның басқаларға жариялап айтуында бұл әулиеліктің шарттарына сәйкес келмей қалатынын ескертеміз. Ендігі бұл түстің өзінің ерекшеліктері, бұл біз айтып жатқан түс 1-ақ күндік. Сол күнге ғана, мысалы біз түсті 3 халге жоритынымыз айтамыз: ниетке, осы шаққа, өткен шақтағы қателіктерге жорып жатамыз. Және бізде 4-ші жору бар, ол өте сирек жорылады, ол жаңағы болашаққа жору. Болашақта 5 ұлың болады, болашақта мұғалім боласың, болашақта генерал боласың, болашақта айға ұшасың дейміз ба. Яғни болашақ дегеніміз бұл жерде 1-2 айдан бастап бір 10-даған жылдарды меңзейді. Осындай түстер жорылады. Ал енді мына не көрдім сол орындалады деген түс, ол болашаққа емес, ол өмірі оның қысқа, ол бүгінгі күнге. Мысалы, сіз кеше түнде түс көрдіңіз, ол дәл қазір орындалады. Кеше түнде түс көрдіңіз, қазір сағат 10, дәл қазір ол оқиға орындалады. Яғни бүгін 17:00 немесе 20:00-ге дейін бұл оқиға орындалады. Ал егерде сіздің көрген түсіңіз, сіз не көрдіңіз сол орындалуы, ол ешқандай да неге қарамаса, уақытқа қарамаса, оның орындалуына 20 жылдар, 10 жылдар керек болса, біріншіден сіз ол түсті сақтай алмайсыз 10 жылға дейін дәл орындалуына. Ондай ықтималдық жоқ. Екіншіден, егер сіз сақтайтын болсаңыз, онда бұл сіздің жүйкеңізге жүк болады. Сіз өмір бойында сіз оны бір блокнотқа түртіп қойып, сіз ол түстің орындалуын күтіп жүру керексіз. Бүгін сол түске мысалы бүгін сол түсті көргеніме 5 жыл өтті. Тура мына атмосфера сол түске құсайды. Демек мен сол түсті жаңағы қазір орындалу керек, мен күтім керек, орындалмады. Яғни ондай ықтималдық жоқ. Бұл түстердің мерзімі өте қысқа, бүгін орындалады екен. Бүгін көрдіңіз, бүгін орындалады. Ендігі бұл түстің басты себебі, неге мен бұл түсті көремін? Не істеймін бұл түсті көрсем деген 2 сұрақты алайық. Біріншіден, бұл түсті біз неге екен білу үшін, бұған біз адамдарды қатыстыруымыз керек. Яғни, біріншіден, сіз неге бұл түсті көруге жатырсыз, біз сізді зерттеу нысанына алуымыз керек. Ол деген не?
ол деген әрбір адамның жеке дүниетанымы, биологиялық ерекшеліктері, жана когнитивті ерекшеліктері болады әр адамның жеке-жеке. Яғни мына өмірді жоспарлау, есептеу, түсіну әркімде әртүрлі. Біреу діни қабылдайды, біреу жанағы бейтарап қабылдайды, діннен бейтарап қабылдайды. Біреу жүре көреміз дейді қазақша айтқанда, біреу басынан аяқ жоспарлап тастайды. Осындай қарапайым ғана өмір сүру түсініктері сізді сол түсті көруге әкеледі. Мысалы ретінде жаңағы жоғарыда біз айтып кеттік қой, энергияға сену, жынға сену, рухани әртүрлі нәрселерге сену сізді бұл түске өздігінен әкеледі. Одан кейінгі айтатын нәрсе біздің, яғни біз бұл жерде бір жеке бір адамды нысанаға алмай, бұл қорытынды шығара алмаймыз. Егер сіздер ондай түсті көріп отырсаңыздар, онда жазыңыз, біз сізді жеке талқылау арқылы иншалла бұл түсті 3-ші бөлімде талқылайтын боламыз, неге біз бұл түсті көріп жатырмыз деп. Ал біздің қазіргі қолда бар мәліметіміз бойынша біз айта кеттік оны. Ендігі мәселе, бұл түсті көрсе мен не істеуім керек? Бұл түсті көрсе мен ұмыта салайын ба, пайдаланамын ба? Бұл халде біз оны екіге бөлеміз, екі халде қараймыз. Біріншісі ол сізге ғана қатысты түс, екіншісі ортаға қатысты түс. Егер ол көріліп жатқан түс сізге ғана қатысты болса, мысалы қарапайым ғана базарға бардым, тойға бардым, мороженое жедім, білмеймін енді бір качелаға отырдым деген бір қарапайым түстер болса, онда сіз оны жаңағы есептеп алып, жаңағы бір үлкен қылдырып алып, мен осы түсті көрдім, енді ол орындалып жатыр ғой, мен сонда не істеймін, өмір бойы түс көрем ба деп өзіңізді жеп жіберудің қажеті жоқ. Өйткені біз неге адам бұл түсті көреді дегенде айта кеттік. Біріншіден сіз сенім қалыптастырасыз. Яғни сіз бұл түсті бір көрдіңіз, мақұл дедіңіз, сәйкестік, кездейсоқ шығар дедіңіз. Екінші көрдіңіз, жаңағы ойлана бастадыңыз, неге көрдім? Екінші рет болып жатыр. Үшінші көрдіңіз, ол түсті сіз сенім қалыптастырдыңыз, сендіңіз. Демек, мен осындаймын, Сондықтан біз осы жоғарыда мысалды келтірген сондықтан. Енді егер сіз сондай қарапайым ғана көріп жатсаңыз, ол ештеңе қылмайды, ол сондай түс деп біз ғана айтамыз. Ештеңе қылмайды деп неге айтамыз? Өйткені былай көзқараспен қарағанда оның сізге зияны жоқ. Барлық түстер сияқты зияны жоқ. Мысалы, сізді түсіңізде арыстан қуалап жүреді, сіз өте қатты нашар халде қашасыз, түсіңізде өте қатты бұзылыста боласыз, қатты қорқынышта боласыз. Оянғаннан кейін сіз ұйқыда болғаныңызды түс көргеніңізді түсінесіз да, түс екен ғой деп құтыласыз, шүкір Аллаға деп. Мына түстерде де осы схеманы пайдалансаңыз болады. Егер қарапайым ғана болып жатса, дүкенге бардым, бүйттім деген қарапайым ғана көріп жатсаңыз, онда сіз оны ұмыта салсаңыз болады. Өйткені жаңа айттық, сіздің ұмытпағаныңыздың себебінен сіз ол түсті жалғастырып жүрсіз. Ұмыту ол жерде сізге пайдасын тиеді. Неге? Өйткені сіз оны неге мен бұл түсті көрдім деп алып жүретін болсаңыз, онда сізге жүйкеңізге керексіз жүкті артып аласыз. Осы себепті. Екінші, бұл жерде мәселе жақындарымды көрдім. Ананың өмірден өтетін көрдім, мынаны ауырып қалатын көрдім, мынаны бүйтетін көрдім, сөйтетін көрдім, не істеймін? Оны жаңа айтып кеттік, ондай жағдайда әулиелікке салынудың қажеті жоқ. Өйткені әулиеліктің жаңағы адамдарға ескертудің шарты әулиелік емес, пайғамбарлық. Ал пайғамбарлықты Құдай тағала өзі жіберді, және одан кейін пайғамбар келмейтінін ескертті. Сіздің пайғамбарлық функция атқаруыңыз ол жаңағы біріншіден сізге ол пайдасыз, екіншіден ол түс деген нәрсе, метафизикалық нәрсе, ол дәлелге жүрмейді. Мысалы, ол нәрсе зиянды көруіңіз мүмкін. Мысалы, бір адам өмірден өтіп жатқанын айтсаңыз, ол адам өмірден өтіп кетсе, сізге күдікті болуы да мүмкін. Мысалы, ол жерде қараңыз, мынандай, сен оны қайдан білдің сен? Мүмкін сен біреулердің сөйлесіп жатқанын білген шығарсың, осы кісіге қастандық жасайтынын. Сіз айтасыз, мен түсімнен көрдім десе, метафизика дінде де, заң алдында да жауапқа жүрмейді. Сондықтан ол жердегі нәрсе, әлбетте бұл жерде біз рухани, діни халінен қарайтын болсақ, бұл жерде сіз ол адамды осы
бир инструкция, эскертүү, жанагы халинде, кабар берүү халинде гана ол кишиге айта аласыз. Оны бас салып, куткарып, касында жүрүп, кайта телефон чалып, "Бол тез, сен бүгүн өлүп каласың" айтса, "Бол" деүүдүн кажети жок. Сиз ону жанагы эскертүү ретинде, "Мен билесиңби, менин тушум орундалады, көрсем, сен бүгүн өмүрдөн өтүп кетиптирме" деген айтууңуз ыктымал. Бирок ол албетте өтө назик маселе. Сиз тирүү жүргөн адамга сүйтүп айтып койсоңуз, ол жанагы абыр-сабыр болуп, эмне эстерин билмей, көрдүңүзбү, үлкен маселе бул. Ошондуктан бул жерде ундай маселеси, мен кимди түсүмдө көрдүм, сол адам өмүрдөн өтөт дейтин адам болса, менимче бул осы адамдын сеним жүйөсү менен, психикалык жүйөсү менен жумуш жасайтын, реттөөгө көмөктөшөтүн адамдар менен, мамандар менен жумуш жасаган дурусураак. Өйткөнү бул жерде өмүр маселеси. Өмүр, өлүм маселеси. Ол жерде сиз жанагы жалгыз өзүңүз журттун баарын кырып жүрө алмайсыз, жалгыз өзүңүз журттун баарын эскертип, куткарып жүрө алмайсыз, фантастика сыяктуу. Ошондуктан ол жерде эң дурус, кауіпсіз амалы осы маселе менен айналышатын мамандар менен жумуш жасап, және бул нерсени өзүңүзгө да, өзгелерге да кауіпсиздик этүү. Кортундулай айтканда, биз бул түстү неден көретин билүү үчүн белгилүү бир объект керек бизге. Биз азыр объекти жок, субъективдик халде аңгеме айтып атырмыз. Сиз нысанга айналгыңыз келсе, онда жазыңыз. Сиздин дүнүйө таанымыңыз осы түстө сизге жете эледи. Сиздин алгачкы пайда болгондон, сол нерселерди карай отура, биз сизге бул нерсе менен не истөө керектигин айтатын боламыз. Эгер мындай түс көрсөңүздөр, міндетті түрдө жорутуңуздар.